Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жүктілік кезде оқылатын аяттар мен сүрелермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Егер сіз жүкті болсаңыз, дәл осы видеоны мұқият тыңдаңыздар, сіздерге пайдалы болады. Әрі осы видеоның соңында сіздерге арналған тамаша ұсыныс бар, ол ұсынысты жіберіп алмаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал бисмилля, ендеше бастайық. Әйел адам ең алғаш рет жүкті болғанын білген сәтте, «Я Алла, барлық мақтау мадақ өзіңе лайық, бір өзіңе ғана алғысым шексіз» деп Аллах тағалаға шүкіршілік етіп мақтау айтқаны абзал. Сонымен қоса, жүктілік кезінде мына аяттар мен дұғаларды оқуға болады. Олар Аят әл-Курси, Ясин сүресі, Мәриям сүресі, Мұхаммад сүресі. Осы жерде мен сіздерге Ясин сүресінің өте көп пайдасы бар екендігін айтып өткен видеом бар екенін сіздерге ескерте кеткім келіп тұр. Қазір мен сіздерге жоғары жақта ссылкасын және төмендегі описание бөлімінен Ясин сүресінің пайдасы атты видеома ссылканы қалдырып кететін боламын. Хадистерде Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қызы Фатиманың толғағы басталғанда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын оған Умму Сәләм мен Зейнеп бинт Джахшты жіберіп, оларға Аят әл-Курсиді, Ағраф сүресінің 54-ші аятын және Фәлақ, Нас сүрелерін оқуды әмір еткендігі айтылады. Сонымен қатар жүкті әйел болсын, жүктілікті аңсап жүрген әйел болсын, осы дұғаны оқыса болады. Раббым, маған қасыңнан игі ұрпақ бер, шексіз сен тілекті естушісің. Бұл Закария пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын, сол кісінің дұғасы. Бұл жердегі игі деген қандай сөз дегенге тоқтала кетейін. Көптеген ғалымдар, ұстаздар игі дегеніміз ол баланың денсаулығы жайлы, 12 мүшесінің сау болатындығы жайлы айтылып тұрғандығы жеткізілген. Ал егер сіз балаңыздың иманды, салихалы болғанын қаласаңыз, Аллахтан хайырлы ұрпақ деп сұрайтын боласыз. Өйткені сізге қандай нәрсенің хайырлы екендігін Алладан басқа ешкім білмейді. Ал егер сіз көптен бері ұл аңсап жүрген болсаңыз, Раббым, маған жақсысынан бір ұл бер деп Ибрахим пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын дұғасын оқысаңыз болады. Сонымен қоса, Раббымыз бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көзайымдық бер, сондай-ақ бізді тақуалардың алды қыл деген дұғаны да жиі айтып жүруді ұмытпаңыз. Ал толғақ кезінде, толғақ басталған сәттерде бізге Алла жеті басады, ол ненде жақсы ие деп дұға ететін болсаңыз, Аллахтың қалауымен толғағыңыз жеңіл өтетін болады. Балаңыздың сабырлы болғанын қаласаңыз, қолыңызды ішіңіздің үстіне қойып, Аср сүресін оқысаңыз болады. Юсуф Кандахлауидің айтуы бойынша, сондай ғалымның айтуы бойынша, жүктіліктің 6-шы айынан кейін күн сайын 100 оқып, Құранды 3 рет хатым еткен әйелдің баласы хафиз болады екен. Жүкті әйелдің сонымен қоса, Алла тағаланың 99 есімін күнделікті 1 рет қайталағаны дұрыс болады. Хадистерде жүкті әйел ішіне қолын қойып әл-Мусауирді дауыстап айтатын болса, иншалла бұл бала Алланың осы ұлы есімінің құрметімен әдемі және дені сау болып дүниеге келеді делінген. Құрметті менің оқырмандарым, канал қонақтары, бүгінгі менің ұсынған ақпараттарым сізге ұнаған болса, лайк басып, төмендегі комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де жүкті қыз-келіншектерге осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Алла тағала сіз бен бізге нұрын төгіп, игі, хайырлы және салихалы ұрпақ нәсіп еткей. Әмин. Енді мен сіздерге айтар ұсынысым мынандай. Мен өзім КМДБ-ның бекітілген сайттарынан жинақталынған дұғалардың, аяттар мен сүрелердің Алла тағаланың 99 есімінің біріктірілген барлығын жинақтай келіп, жүктілерге арналған дұғалар топтамасын жасап шығардым.
Бұның электрондық нұсқасын 1000 теңгеден, шығарылған түрін 1200 теңгеден сіздерге ұсынып отырмын. Жеткізу қызметі Қазақстан қалалары бойынша Қазпоштамен жүргізіледі. Бұл дұғалар топтамасының ішінде тек қана жүктілік кезіндегі дұғалар емес, толғақ кезінде оқылатын зікірлер, дұғалар, сүрелерден де мысал келтіріп жазылып қойған. Бұл жүктілерге арналған дұғалар топтамасын менен оқырмандарым алып осындай да отзывтар қалдырып кеткен болатын. Оларға өте қатты ұнап жатыр. Әрбір жүкті келіншекте болу керек дұғалар кітапшасы деп те айтып жатыр. Сондықтан да егер сіз жүкті ана болсаңыз, жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, осы кітапшаны алуға сіздерге ұсыныс беремін. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.